Сәлем достар, сіздермен Нұреке Киноман және бұл жыртқыштар мекені фильмі. Адамзат өлім аузында тұр, бүкіл әлемді құбыжықтар жаулап алған, оларға төтеп беретін санаулы адамдар ғана бар. Қысқаша мазмұндама басталды. Кеттік. Фильмнің оқиғасы әскери радио байланыстан әлемнің түкпір-түкпіріне күтпеген жерден құбыжықтардың шабуыл жасағанын талқылаумен басталады. Бүкіл әлемнің әскери күштері ойсырата жеңіліс табады. Арада 3 жыл өтеді, тек тау бөктерінде тұратындар ғана тірі қалған. Себебі құбыжықтар теңіз деңгейінен 2500 метр биіктіктен ары қарай шыға алмайды. Арада тауларында аман қалғандар мекендейтін бір қалашық бар. Бұл қалашықтың тұрғыны Хантер есімді бала қауіпсіз межеден төмен қарай түсіп бара жатыр. Өзінің биноклімен көршілес таудағы елді мекенді тамашалағысы келеді. Аңдып болғаннан кейін оны да біреу аңдып тұрғанын сезеді. Бірден үйіне қаратай табанын жалтырата бастайды. Ізіне расымен де құбыжық түскен екен. Бар күшін тасы салып өмір үшін күрес басталады. Қатты жүгіру қанында бар болғандықтан құбыжықтың өзі жете алмай қалады. Соңғы сәтте жолы болып межеден өтіп үлгеріп аман қалады. Аялмай қалған құбыжық жеңілгенін мойындап өз жайымен кетеді. Бірге қайта келгенде Хантер біраз ойланып отырып қалады. Оның Уилл есімді әкесі бар, оған мән-жайдың барлығын айтып бермекші болады. Әкесі бұл жағдайға қуанбайды, Хантердің өкпесінің әлсіз екендігін есіне түсіреді. Баратқан сәтінде өшіп қалуы әбден мүмкін еді. Әкесі Кетти есімді қызбен аңшылыққа шығады. Марқұм болған әйелі Тараның құрбысы еді. Басының төменге түсіп жүргенін айтып бергенде баласына түсінікпен қарайды. Біріншіден оның анасы жоқ және ойнайтын балалардың да жоқтығы әсер ететіндігі анық еді. Аңшылықтан олжамен қайтқан екеуі жолдан көршілері Нинаны байқап қалады. Нина болса өз кезегінде олар химиялық қоспалармен оқ-дәрілерді жасақтап жатқан. Бар ойын тасы құтарды өлтіретін қару ойлап табу. Ақылықтан түсіп қалған қабыршақа сынақтарын өткізіп көреді, бірақ әзірге қолынан ештеңе келер емес. Көңіл күйі түскенмен өзінің әрекеттерін тоқтатпайды. Уилл болса түсінде әйелін көруді тоқтатпайды. Кезде шошып оянса баласы өте ауыр халде жатқанын байқайды. Біреу барып ингаляторлық аппаратындағы баллонын ауыстырады. Осылайша дер кезінде барып баласын аман алып қалады. Хантер шала туылғандықтан оның өкпесі толыққанды дамымаған. Кез келген уақытта демаламай қалуы мүмкін. Оған қоса оттегі баллонның таусылып жатқанын байқаған Уилл өзінің жоспарын құра бастайды. Бар бойынша төменге түсіп Болдер қаласына барып, сол жердің ауруханасындағы дәрілерді тауып баласына көмектесу еді. Таң атқан соң Уилл өзінің баласымен уақыт өткізеді. Жеуге жарамды тамырларды қазып тауып дүкенге қарай жол тартады. Сол жерде соңғы қалған ірімшік қосылған макарон қорабын айырбастап алады. Ол баласының сүйікті тағамы еді. Кешкі асты ішіп болған соң Кетти қонаққа келеді. Бөтелке сырасын қоса алып келген екен. Күйеуі жақсы күндерді еске алып Нинаның істеп жатқан тірлігіне қарап отырады. Хантердің кезекті ұстамасы басталады. Жол шприцті пайдалануға тура келді. Тағы да өлім аузынан аман алып қалады. Аз екенін түсінгендіктен түнге қарамай Нинаның үйіне қонаққа барады. Сөйтсе Нина бұрын соңды төменге қарай жорықтар жасаған екен, лабораториядан химиялық элементтерді табу үшін. Сол жорықтардың бірінде Уиллдің әйелі Тара қайтыс болған. Қайта бармайтын кейіп танытады. Нақты жоқ деп те жауап қатпайды. Өзінің ерекше компасын жасауын жалғастырады. Ертесі күні қару-жарақтарын дайындап жолға шығайын деп жатқан кезде Кетти келіп баратындығын жеткізеді. Уилл қанша қарсылық көрсетсе де шешім қабылданып қойған. Амалдың жоғынан келісуге тура келеді. Сыртқа шықса оларды Нина күтіп отырады. Баласымен қоштасып болған соң қыздар батальонын бастап шығады. Ол өзі сызған ең қауіпсіз бағыты бойынша жол көрсетеді. Тастың арасымен максималды түрде төменге түспеуге тырысады. Ал Кетти мен Нина болса бірін-бірі жақтыртпайды. Олар төменде талқандаған әскерлер колоннасына қарай жақындайды. Нина өзінің компасын Кеттиға тапсырады. Бұл компас құбыжықтарды анықтай алады, себебі олардың магниттік өрісі өте жоғары болып табылады. Уилл мен Нина керек жарақтарды іздеуді бастап кетеді. Кетти болса компас арқылы қауіпсіздікке жауап береді. Көліктен қаруға керекті затты тауып Кеттиға ұсынады. Әрине оны қуана қабылдап өзінің қаруына пайдаланады. Күйеуі сол жерде біраз әңгімелесіп тұрып қалады. Оны көрген Нина Кеттиға кінә тартады. Еркектің басын айналдырып жатқаны көңіл қоншытпайды. Жетпей қалып бір-біріне соққыдан жаудырады. Аларына Уилл түсіп дереу тоқтатады, бірақ Кетти Тараның өліміне Нина кінәлі деп жауап қатады. Жорықтарын жалғастырып тау шаңғысы курортына жетеді. Ол жерде келесі тауға жеткізетін аспалы жол бар еді. Нинаның компасы жақын маңайда құбыжықтардың бар екенін көрсетеді. Сол мезетте үшеуі үш жаққа тарап кетеді. Уилл аспалы жолды қосу үшін басқару кабинасына көтеріледі. Кетти мен Нина қару-жарақтарымен атып көрмекші болады. Оларынан түк келмегендіктен Уиллді күтуден басқа амалдары болмайды. Ешқандай қару алар емес, өлім көз алдарына келе бастайды. Соңғы сәтте Уилл аспалы жолды қосып үлгереді. Нина мен Уилл ыңғайлы жайғасып алады. Жолдан Кеттиді алудың амалын іздестіру керек. Құбыжық болса барынша кедергі жасап арттарынан қалар емес. Кетти үстіне көтеріліп жатқанда құбыжық тросты үзіп үлгереді. Шайқалған күйде Кеттиді өздеріне қосып алады. Үшеуі бірге жауырындары жеріскеп айналып түседі. Бірақ қайта биіктік жоғары болмағандықтан аман қалады. Дарынан тұра сала барлық жылдамдықтарды қосып қауіпсіз межеге қарай жүгіреді. Құбыжық баласын да әкесін де ұстай
алмағандықтан жеңілгенін тағы да мойындап өз жайымен кете береді. Түнге қарай олар демалыс орнын тауып сол жерде түнеуге шешім қабылдайды. Нинаның айтуы бойынша құбыжықтар өте тез әрі көп мөлшерде шабуыл жасаған екен. Сол себепті адамзат бұндай күшке төтеп беруі мүмкін емес екендігін жеткізеді. Әрі олардың әлсіз тұсын таппағандықтан жеңіліс тапқан. Және тек адамдарға ғана шабуыл жасайтындығы, басқа тірі жандарға тиіспейтіндігі анықталған. Келесі күні үшеуі шахтаға жетіп таудың арғы бетіне ішімен өтуге тырысады. Бірақ Нина бұл жердің кірісі мен шығысы ғана қауіпсіз деңгейде, ортасы төмен деңгейде орналасқандығын ескертіп айтады. Басқа жол болмағандықтан олар төменге амалсыз жол тартады. Құбыжықтар жердің астынан шыққандықтан жолдың ортасы өте қауіпті. Осылайша олар келесі бетке жеткенде шығыстағы есіктің жабық екендігін көреді. Түп одан да төменге қарай түсуге тура келеді. Түскен бетте оларды құбыжық байқап қалады. Астарындағы жарықты сөндіріп тар жерді тамаша қылып тығылып қалады. Құбыжық оларды көрмесе де өзінің сезімтал мүшесімен тексере бастайды. Нина қорыққаннан көзіне жас алып жылай бастайды. Уилл өзінің сигналды ракетасымен құбыжықтың назарын басқа жаққа бұрады. Сол сәтті пайдаланып үшеуі кішкентай тесіктен қашудың амалын іздей бастайды. Бірінші болып Кэти шығып үлгереді, екеуі артында қалады. Шыққан бетте Кэттиді тосын сый күтіп тұр екен. Құбыжық бірден кәуап құсатып өзіне іліп алып, қараңғы тұңғиыққа тарта жөнеледі. Нина мен Уилл құтқаруға тырысқанмен қолдарынан келмейді. Амалсызда құрбыларымен қоштасуға тура келеді. Тірі адам тіршілігін жасағандықтан екеуі сыртқа қарай ұмтылады. Аздаған уақыт қайғырып егердің көлігі мен үйін табады. Ірімшік қосылған макарон қорабын тауып кешкі асқа не жасайым деген уайым болмайды. Сөйтіп Нина тағы да әңгіме бастайды. Әңгіме барысында ауруханадан кейін үйге қайтпай лабораторияға баруын сұрайды. Бұл әңгімені сандырақ деп санап тыңдағысы да келмейді. Бірақ Нина сонда да көндіруге тырысады. Керекті химиялық элементтер табылса бүкіл құбыжықтарды өлтіретін амал табылатындығын жеткізеді. Ал Уилл болса басын шайқап қоя береді. Ертесі күні олар көлікпен төменге қарай ұмтылады. Олардың ойында ең алдымен ауруханаға барып дәрілердің барлығын табу еді. Алада тірі жан жоқ, аман-есен ауруханаға жетеді. Ішіне қуана кіреді. Ешқандай ұзын-сонар кезектің жоқтығы және барлығының тегін екендігі анық еді. Барлық жерде тіміскілеп іздеген дәрілерін ақырында табады. Бірақ Нинаның компасы құбыжықтардың жақын жерде жүргенін көрсетеді. Уилл қанша қауіпті болса да баласы үшін барлық дәрілерді салып әлек. Енді қашып бара жатқан сәттерінде құбыжық дәл алдыларынан шығады. Төтеп беруге тырысқанмен күштері тең емес. Қашудан басқа амалдары жоқ. Жоғары қарай көтерілсе де құбыжық арттарынан қалар емес. Кенеттен құбыжық Уиллды ұзын мүшесімен орап алады. Не істегісі келген құбыжықтың өзіне ғана мәлім. Нина балтасын алып екіге айырмақшы болады, бірақ қолынан келер емес. Ақыры босап шыққан екеуі қаша жөнеледі. Уиллдың ойына керемет идея пайда болады. Тұрған баллондарға оқ жаудырып терезеден құбыжықты бір-ақ ұшырады. Отқа піскен тауықтай қозғалмай жерде жатады. Қирандылардың арасынан Нина мен Уилл бір-бірін тауып алады. Нина енді лабораторияға баруды өтінеді. Сөзін жерде қалдырмай дереу жол тартады. Бірақ құбыжықтың тірі екендігіне көз жеткізбейді. Лабораторияға жете сала Нина өз үйіндегідей сезінеді. Ішіндегі барлық химиялық элементтерді тауып қару жасай бастайды. Болса лабораторияны барлап шығады. Сол жерде Нинаның фотосуретін табады. Нинаның отбасы бар екенін білмеген екен. Сөйтсе Нина олардың өліміне өзін кінәлі сезінеді екен. Өйткені демалатын күнінде ол жұмыста болған. Құбыжықтардың шабуылы сол күні болған. Отбасымен бірге өлуім керек еді деп жан қайғысымен бөліседі. Оқ-дәрілері дайын болады. Тексеріп көрсе ештеңе өзгермеген. Уилл үйге қайтуды ұсынады. Бірақ Нина келіспейді. Әрі қарай жұмыс істейтіндігін айтып шығарып салады. Баласы маңызды болғандықтан Уилл амалсыздан үйіне жол тартады. Нина әрі қарай эксперименттерін жалғастырады. Газ оттығын пайдаланып ысытып көреді. Сонда да қабыршыққа ештеңе әсер етпейді. Пысына көз түседі. Оның тілі аккумулятор батареяларына көрсетіп тұр екен. Ол сәтте оқ-дәріге кобальтты пайдалануға шешім қабылдайды. Себебі бұл элементті өте мықты өртке төзімді магниттарды жасау барысында қолданады. Осылайша соңғы үмітпен барлық оқ-дәрілеріне кобальтты қосып құбыжықтарға атып көреді. Үйіне асыққан Уилл көлікпен зымырап бара жатыр. Дөңгелегі жарылып істен шығады. Қысқа соғылып көлік аударылып қалады. Мезетте есін жоғалтып талып қалады. Уақыт өте келе есін жинағанда кеш бата бастаған екен. Қауіпсіз аймаққа әлі жетпеген құбыжықтар ізіне түскен. Бар күшін салып жоғары қарай ұмтылады. Қауіпсіз межеге аз қалғанда алдынан тағы да бір құбыжық шыға келеді. Жан-жағына қараса 3 құбыжық 3 жағынан қоршап алған. Амалсызда қолда бар қаруын пайдаланып көреді. Оқтарының барлығы таусыла бастайды. Құбыжықтарға ешқалай әсер етпейді. Осы сәтте өлім періштесі Уиллды қасында күтіп тұрады. Сонда да өмір үшін күресін тоқтатар емес. Тағдырына көнген Уилл қолын түсіреді. Күтпеген жерден Нина пайда болады. Ол жасаған қаруымен оқ жаудырады. Бірақ сәтте жермен жексен қылады. Қоршап алған 3 құбыжықты 3 жаққа оп-оңай шашып жібереді. Дене бөлшектерін анықтап қараса адамдарға жасалған арнайы роботтар болып шығады. Бөгде ғаламшарлықтар немесе адамдардың өзі жасаған. Сұрақ белгісіз қалады. Лашыққа аман-есен оралады. Хантер әкесін көре сала алдынан жүгіріп шығады. Ал Нина болса жеңіс жалаушасын төбеге көтереді. Дегеніміз құбыжықтарды жеңетін амалдың табылғандығының белгісі. Басқа елді мекендер бұл жалауды көріп, әрі қарай өмір сүрулеріне үміт пайда болады. Осылайша барлығы қаруларына кобальт қосып дайындала бастайды.
мақсаттары айқын. Келесі жорық жасап барлық құбыжықтардың көзін жою. Теңіз жағасында орналасқан жергілікті мемориалға Кэттидің есімі жазылған оқ-дәріні қояды. Оның аты ұмыт болмағандығын, әрқашан есте болатындығын көрсетеді. Арнайы құрылған жасақ құбыжықтарға қарсы жорығын бастайды. Жоғары көріністен кезек-кезек интервенттердің жойылып жатқанына көз жеткізуге болады. Осылайша адамзат жеңіске жетеді.